2021 жылдың 18 наурызы. 19 жастағы алматылық студент Аяжан Едилова әдеттегідей тиктокқа видео жүктеді. Видеода ол көңілді, өмірге құштар қыз. Ән айтып билеп жүр. Бірақ арада бірнеше күн өткен соң Аяжанды өлі күйінде табады. Дәлірек айтқанда, одан қалған нәрселер ғана табылады. Табылған көрініс соншалықты қорқынышты болғандықтан, туыстары оның расында өзі екенін анықтау үшін ДНК сараптамасын жасауға мәжбүр болды. Өйткені қаланың әр жерінен табылған бөлшектердің шынымен олардың жоғалған туысына тиесілі екенін басқа жолмен анықтау мүмкін емес еді. 19 наурыз ең қарапайым күндердің бірі болды. Қыз Алматыдағы дизайн және сән академиясының 4-ші курсында оқитын. Үлгілі студент еді. Сабақты себепсіз ешқашан жібермейтін. Аптаның соңы болса да, басқа студенттер демалып сабақтан қалу мүмкін еді, бірақ Аяжан олай істемейтін. Таңертең ол әдеттегідей сабаққа барды. Содан кейін жұмысқа, сұлулық салонына кетті. Жасына қарамастан, ол өмірден не қалайтынын нақты білетін, және соған жету үшін бар күшін салатын. Бала кезінен бастап Аяжан тігінге қызығатын. Алғашында қуыршақтарға арналған көйлектер, туыстарына шағын сыйлықтар тиетін. Уақыт өте келе, ол бұл істі өмірінің негізгі бағытына айналдырғысы келетінін анық түсінді. Сондықтан арнайы білім алу үшін Алматыдағы сән және дизайн академиясына оқуға түсті. Өзінің туған қаласы Талдықорғаннан көшіп келді. Оқумен қатар тапсырыс бойынша киім тігіп, интернет дүкен арқылы сатумен айналысты. Осылайша өзінің жеке брендін дамытып жатты. Сонымен қатар жергілікті сұлулық салонында маникюр шебері болып жұмыс істеді. Соңғы уақытта оның интернет дүкені қарқынды дами бастады. Тапсырыстар саны артты. Бұл Аяжанды қатты қуантты. Ол өз ісімен шын жүректен айналысты. Оның арманы өз брендін Түркия нарығына шығару еді. Жай армандап қана қоймай, ол нақты әрекет ететін. Түрік тілін үйрену курстарына жазылды. Бірнеше сабаққа қатысып та үлгерді. Мақсаты бірнеше ай ішінде тілді меңгеру. Онымен айналысқан оқытушылар оның міндетті түрде үйренетініне күмәнданбады. Олар оны жауапты, табанды және өте мақсатшыл қыз деп сипаттады. Егер Аяжан алдына мақсат қойса, ол міндетті түрде соған жетеді деп сенді. Сұлулық салонындағы жұмыс күні кешкі сағат 9-да аяқталатын. Жабылғаннан кейін қыз студенттік жатақханаға асығатын. Өйткені жатақхана сағат 11-де жабылатын. Аяжан әрқашан уақытында келетін. Ешқашан еш жерде кешікпейтін. Бірақ 19 наурыз ерекшелік болды. Сол күні кешке ол жатақханаға қайтып оралмады. Жатақхана меңгерушісі Марал Бакирова кейін берген сұхбатында, осы күнге дейін Аяжанның түнде жатақханаға келмей қалғанын немесе кешке дейін қыдырып жүргенін көрмеппін. Ол өте тәрбиелі, жауапты қыз еді. Сондықтан біз оның достарымен бірге алғашқылардың бірі болып дабыл қағып, полицияға жүгіндік деді. Жоғалған жас қыз туралы арызға полиция қандай жауап берген айту да артық шығар. Күтіңіздер, қыдырып жүріп өзі келеді. Келесі күні дәл осындай жауап берілді. Келесі күні де Аяжан жатақханаға оралмаған соң, оның туыстары алаңдай бастады. Жақында ғана кездесіп жүрген жігіті оның қайда екенін білмейтінін айтты. Сондықтан жақындары полицияға қайта барып, іздеу жұмыстарын бастауды талап етті. Талдықорғаннан туыстары Алматыға жеткенше, полицияға оның осы қалада тұратын үлкен әпкесі барған еді. Түскі сағат 12-де ол аудандық ішкі істер бөліміне келіп, адам жоғалған туралы арыз жазғысы келді. Бірақ ол жақта оның арызын қабылдаудан бас тартты. Қазір ешкім жоқ, барлығы митингілерде. Күтіміз, өзі келеді. Мүмкін жігітімен бір жерде ұйықтап жатқан шығар деген жауап берілді. Еш нәтиже шықпаған соң әйел үйіне қайтты. Осы уақытта Талдықорғаннан Аяжанның басқа туыстары да келіп жетті. Олар бәрі бірге ақылдасып, тағы да полицияға барып, қызды іздеуді талап етті. Бірақ полиция тарапынан айтарлықтай белсенділік байқалмады. Сондықтан отбасы Алматы қаласының еріктілерінен көмек сұрады. Сол күні жоғалған Аяжан Еділеваның суреті бар жарнамалар қала бойынша жапсырылды. Еріктілер тек қағаз іліп қана қоймай, өздері де іздеу жұмыстарын жүргізді. Барлығы Аяжанды тірі және аман табамыз деп үміттенді. Алайда 20 наурыз күні оның қайда екені туралы ешқандай нақты ақпарат алынбады. 21 наурызда іздеу жұмысына полиция да қосылды. Арнайы тергеу оперативтік топ құрылып, қызды іздеу басталды. Сол күні еріктілердің күндіз-түні жүргізген еңбегі нәтижесін берді. Олар 19 наурыз күні Аяжанды белгісіз бір жігітпен бірге Нұркент, Ықшам ауданына апарған такси жүргізушісін тапты.
Бұл ақпарат бірден полицияға берілді. Көп ұзамай бейне бақылау камераларының жазбалары қолға түсті. Онда анық көрінеді. 2021 жылдың 19 наурызында Аяжан Еділева Нұркенттегі көп қабатты үйлердің бірінің лифтіне бейтаныс жігітпен бірге кіріп бара жатыр. Тергеушілерге оның кім екенін анықтауға көп уақыт қажет болған жоқ. Оның аты жөні мен тұрғылықты мекенжайы тез анықталды. 21 наурыз күні кешкі сағат 10-да полиция қызметкерлері күдікті тұрған пәтерге келді. Ол 28 жастағы Рахманберді Төребеков. Полиция мәліметіне сәйкес, сол сәтте ол үйде болған, бірақ есікті ашуға асықпады. Сондықтан полиция пәтерді күшпен бұзып кіруге шешім қабылдады. Есік ашылып ішке кірген сәтте, олардың алдында жан түршігерлік көрініс ашылды. Барлық жерде қан іздері. Еденде бөлшектенген дене. Тіпті тәжірибелі жедел қызметкерлердің өзі көргендерінен шошып кетті. Пәтер иесін бірден таба алмады. Ол мұқият жасырынған. Бірақ табылған сәтте ол өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Тек полицияның қолына түспеу үшін барлығына дайын еді. Абырой болғанда оған жедел түрде алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Жедел жәрдем келгенге дейін оны тірі қалдырып үлгерді. Кейін ауруханаға жеткізіліп, шұғыл операция жасалды. Бақытына қарай аман қалды деп айту қиын. Бірақ бәлкім солай болғандыр шығар, өйткені енді қылмыскер жасаған әрекеті үшін толық жауап береді. Ауруханада күдікті бірнеше күн жатты. Жағдайы тұрақтанған соң, ол уақытша ұстау изоляторына ауыстырылды. Осы уақыт ішінде ол тұрған жалдамалы пәтер мөрленіп, онда тергеу амалдары жүргізілді. Тергеушілер мен криминалистер сол пәтерден тапқан заттар шын мәнінде адам сенгісіз еді. Онда болғанның бәрін бір адамның жасағанына сену қиын болатын. Пәтерден адам терісі, бас терісі, жұлынып алынған тістер және бір-бірден мұқият бөлінген тырнақтар табылды. Барлығы бөлек-бөлек пакетке салынған. Сонымен қатар дененің бөлшектелген бөліктері мен бас сүйек табылды. Сот медициналық сараптама анықтағандай, жәбірленушінің басы ұзақ уақыт бойы суда қайнатылған. Сол себепті одан тек бас сүйек қана қалған. Дененің барлық бөліктері сол пәтерден табылған жоқ. Келесі күндері олар қаланың әртүрлі жерлерінен табылды. Қоқыс жәшіктерінен, контейнерлерден, қажетсіз заттай лақтырылып кеткен. Полиция қала бойынша жетіспейтін бөліктерді мозаика сияқты жинауға мәжбүр болды. Денені тану мүмкін емес еді. Сондықтан туыстары ДНК сараптамасын талап етті. Соңына дейін олар сенгісі келмеді. Бұл қателік шығар деп үміттенді. Бірақ сараптама нәтижесі барлық күмәнді жоққа шығарды. 19 наурызда жоғалған Аяжан Еділева табылды. Күдікті тергеу барысында 19-нан 20 наурызға қараған түні араларында жанжал болғанын айтты. Соның нәтижесінде шамамен кешкі 11 шамасында ол қызды өлтірген мойындады. Ол ұсталып қаламын деп қорыққан. Сондықтан денеден құтылу үшін оны бөлшектеуге шешім қабылдаған. Сол түні дененің кейбір бөліктерін қаланың әртүрлі жерлеріне апарып тастаған. Тергеушілер араларында қандай да бір қарым-қатынас болды ма деп сұрағанда, ол бәрін жоққа шығарды. Бірақ бұл әлі тексерілуі тиіс еді. Жәбірленушінің туыстары бір нәрсені түсіне алмады. Егер ол тек ізін жасыру үшін денені бөлшектеген болса, неге ол тістерін жұлап, тырнақтарын бір-бірлеп алып, терісін сыпырған? Бұл жай ғана қылмыс емес еді. Олар Аяжан оның бірінші құрбаны емес деп күдіктенді. Мұндай әрекеттер жайдан-жай жасалмайды. Жедел шаралар барысында күдіктінің бұрын медициналық академияда фармацевт мамандығында оқығаны анықталды. Бірақ оқуын аяқтай алмаған. Үлгермеушілігі үшін оқудан шығарылған. Осы ақпараттан кейін тергеушілер арасында ол адам дене бөліктерін медициналық немесе коммерциялық мақсатта пайдалануы мүмкін деген болжамдарды айтылды. Оның әлеуметтік желідегі хаттары тексерілді. Байланыста болған барлық қыздар анықталды. Бақытына қарай олардың бәрі тірі болып шықты. Бұл болжам расталмады. Сонымен қатар күдікті мен Аяжанның Баду танысу сайтында хат алмасқаны анықталды. Бұл ақпарат интернетке тараған соң, көпшілік жағдайды толық түсінбей, қызды кінәлай бастады. Оны қаржылық пайда үшін қарым-қатынасқа барған деп айыптады. Бұл пікірге лифтідегі видеода әсер етті. Онда Аяжан жігітпен бірге ерікті түрде кіріп бара жатқандай көрінеді. Бірақ оны таныған адамдардың ешқайсысы мұндай айыптаулармен келіспеді. Туыстары, достары, мұғалімдері бәрі бір ауыздан айтты. Аяжан өте тәрбиелі, қарапайым қыз болған. Ол ешқашан өзін күмәнді жағдайға қалдырмаған.
Соңғы уақытта ол өз бизнесін дамытуға бар күшін салып жүрген. Сондықтан жақындары күдікті оны жұмысқа байланысты сылтаумен алдап шақырған деп сенді. Мысалы, өлшем алу, тапсырыс беру сияқты. Жатақханадағы жақын құрбысы тергеушілерге бір нәрсе айтты. Қайғылы оқиғадан сәл бұрын Аяжан қуанышты жаңалықпен бөліскен. Бір адам оның брендіне қатты қызығып, барлық коллекциясын сатып алғысы келетінін айтқан. Тергеушілер сол адам дәл осы күдікті деп есептеді. Ол осылайша қызды өз тұзағына түсірген. Хаттар тексерілген кезде бұл болжам толық расталды. Ал интернеттегі қыз туралы жағымсыз сөздер жай ғана қауесет болып қалды. Күдікті шыққан Түркістанда көп адам оның мұндай қылмысқа баратынына сенбеді. Мектеп мұғалімдері оны тыныш, сабырлы, жанжалсыз адам деп сипаттады. Тіпті кейбірі оны жала жауып отыр деп ойлады. Бірақ фактілер бәрін дәлелдеді. Тергеу ұзаққа созылды. Көптеген сараптамалар жүргізілді. Осы уақыт ішінде Аяжанның туыстарына оның денесі берілмеді. Тек 2021 жылдың 16 сәуірінде қылмыстан шамамен бір ай өткен соң ғана қыздың сүйегі ата-анасына тапсырылды. Оны мырыш табытта жерледі. Аяжан туған жері Талдықорғанда соңғы сапарға аттанды. Ең ауыр нәрсе, жақындары онымен соңғы рет қоштаса алмады. Олар сүйікті қызын, қарындасын соңғы рет көре алмады. 2021 жылдың соңына дейін күдікті тергеу изоляторында отырды. Барлық жағдай толық анықталған соң 2021 жылдың 31 желтоқсанында оған сот үкімі шығарылды. Оған 2 бап бойынша айып тағылды: зорлау және адам өлтіру. Тергеудің ресми нұсқасына сәйкес 2021 жылдың 16 наурызында күдікті Аяжанмен әлеуметтік желі арқылы танысқан. Сылтауы оның бренді арқылы киімге тапсырыс беру. 19 наурыз күні кешке ол қызды жатақханасының жанынан қарсы алып, өз үйіне шақырған. Себебі тапсырыс шарттарын талқылау. Бірақ пәтерде ол қызды өлтірем деп қорқытып зорлаған. Содан кейін оны белдікпен тұншықтырып өлтірген. Сот медициналық сараптама бұл фактіні толық дәлелдеді. Алғашында ол бәрі жоққа шығарған. Бірақ шындық бәрібір ашылды. Туыстарының ең үлкен қорқынышы оны есі дұрыс емес деп тану еді. Бірақ психологиялық, психиатриялық сараптама оның толық сау екенін көрсетті. Яғни, ол бәрін саналы түрде жасаған. Адвокаттың айтуынша, іс бойынша шамамен 30 түрлі сараптама жүргізілген, ал іс материалдары 30 томнан асқан. Сотта жәбірленуші тарап ең ауыр жазаны талап етті. Сондай-ақ моральдық өтемақы ретінде миллиардтаған теңге сұралды. Бірақ сот ең жоғарғы жаза өмір бойына бас бостандығынан айыруды қолданбады. Оның орнына күдіктіге 25 жыл түрме жазасы тағайындалды. Сонымен қатар 20 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы төлеу міндеттелді. Қылмыскер жазаланды. Бірақ бұл Аяжанның отбасына ештеңені қайтарып бермейді. Олар үшін ең ауыр нәрсе сол алғашқы күн. Полицияға барған сәт. Оларды тыңдамағаны, арыз қабылдамағаны. Аяжанның ағасы кейін былай деді: полицияның салғырттығы салдарынан біз бір тәулікті жоғалттық. Сол уақытта маньяк ешқайда асықпай денені бөлшектеп жатқан. Бұл сөздер жай ғана өкініш емес. Бұл ащы шындық. Полиция өз кінәсін мойындамады. Олар бәрін уақытында жасадық деді. Бірақ фактілер басқаны көрсетіп тұр. Достары тағы бір нәрсені айтты. Күдікті ұсталған кезде оның әлеуметтік желідегі статусында мынадай жазу тұрған: өмірге күліп қара, ол саған міндетті түрде жауап қайтарады. Бірақ басқа біреудің өмірін қиып, өз өмірінің жақсы болуын күту ақылға сыймайды. Әр әрекеттің өз салдары бар. Бұл заң. Бұл өмірдің өзі. Мен бумеранг заңына сенемін. Әр адам өз ісі үшін міндетті түрде жауап береді. Және мен сенгім келеді. Сол күннен бастап оның өмірі енді ешқашан оған күлімсіреген жоқ. Бұл шынайы оқиға. Бұл бір отбасының қайғысы. Ал сен бұл оқиғаны соңына дейін көрдің. Егер мұндай шындықтар ашық айтылсын десең, арнаға жазыл. Өйткені бұл қара файл.